Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді әрі өте нәзік, бір жасағаннан сәтті шығатын тәрі қосылған сметаниктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа ұнды електен өткізіп дайындап аламын. Оның үстіне салқын сары майды теркадан, яғни үкіштен осылай өткізіп алып, оның үстіне бір қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель және де қант қосып, жақсылап тұрып барлығын бір келкі етіп араластырып, крошка дайындаймын. Дайын болған крошканың үстіне бір жұмыртқа және де бір ас қасық қаймақ қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илей бастаймын. Қаймақтың проценті маңызды емес, кез келген қаймақты қолдана берсеңіздер болады. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көре аласыз. Осылай жұп-жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін, енді осы қамырды целлофанға салып, жарты сағатқа холодильникке қалдырамын. Жарты сағат бойы холодильникте тұрған қамырды алып, теңдей екі бөлікке бөліп, бір бөлігін осылай дөңгелек формаға, яғни менде 24 диаметрлі форма, осы формаға жақсылап тұрып орналастырып дайындап алдым. Осылай шеттеріндегі бортиктарын шығарып, начинка сағып кетпейтіндей осылай дұрыстап орналастырып алдым. Енді салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін алдын ала осы тарыны жақсылап тұрып жуып алып, үстіне қайнап тұрған сүтті құйып, 10 минутқа бетін жауып қалдырамын. Әрі қарай салмасы үшін 20% қаймақты, оның үстіне қант қосып және де сгущенка қостым. Сгущенка міндетті түрде сапалы болу керек. Бұны қоспасаңыздар да болады, бірақ қосқан кезде пирогқа өте ерекше дәмді, тәтті дәм беріп тұрады. Және де алдын ала дайындап алған бұқтырылған тарыны қосып, оның үстіне жұмыртқа қосып, барлығын бір келкі етіп араластыратын боламын. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап, видеоны соңына дейін қараңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Осылай дайындап алған начинканы дайын болған форманың үстіне қойып, қызып тұрған алдын ала 180 градустағы пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламын. Пирог піскеннен кейін бірден пештен шығармаңыздар, толық суытып алғаннан кейін шығарыңыздар. Қараңыздар, пирог осындай қызарып, өте дәмді болып пісіп шықты. Осылай оформление жасадым. Балғын клубникаларды үстіне қойып шықтым. Пештен шығарғаннан кейін бөлме температурасында да 1 сағатқа суытып, және де холодильникке жарты сағат көлемінде ұстау қажет. Осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шықты. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз. Бүгін осындай өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып пісетін булочканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүтті және де жылы суды құйып, үстіне ашытқы, яғни трош қосып, жақсылап араластырып, үстіне қант және де тұз қосып араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып 5 минутқа қалдырамын. Осылай 5 минутқа қалдыратын болсаңыздар, қамырдың жақсы ашып көтерілуіне әсер етеді. Әрі қарай осы массаның үстіне ертілген сары майды және де бір жұмыртқаны қосып, жақсылап тұрып араластырып, үстіне електен өткізіп ұнды саламын. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көресіз. Осылай електен өткізіп, жақсылап тұрып вентикпен араластырып, әрі қарай қолмен жұп-жұмсақ қамыр илеймін. Қамырды илеп болғаннан кейін соңына қарай бөлме температурасындағы сары майдан сәл қосып илесеңіздер, қамырларыңыз жұп-жұмсақ болып тұрады. Осылай қамырды илеп болдым. Енді жылы жерге бетін жауып, көтерілгенше 1 сағатқа қалдырамын.
Қараңыздар, 1 сағат бойы тұрған қамыр осындай воздушный күшті болып көтерілді. Сізде тура осы рецеппен жасап көріңіз. Қамырларыңыз осындай өте воздушный болып көтеріледі. Енді осы қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, яғни булочка жасауға ыңғайлы етіп бөліп алатын боламын. Видеода көрсетілгендей мықтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алып, ортасына яғни начинкасына творог қостым. Сіздер кез келген начинканы қоссаңыздар болады. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Каналымда әртүрлі тәтті дәмді рецептермен бөлісіп жүрмін. Осылай барлық булочкаларды алдын ала дайындап алдым. Қарасаңыздар, жасалуы өте оңай. Сіздер де тура осы рецеппен осылай жасап көріңіздер. Әрі қарай пісіріп алатын боламын. Булочкаларды противенге орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, пеште 30-35 минут аралығында пісіремін. Қараңыздар, булочкалар осындай өте дәмді қызарып, жіп-жұмсақ болып пісіп шықты. Сізде тура осы рецеппен жасап көріңіз. Бір жасағаннан сәтті шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыз. Осындай өте дәмді әрі ерекше болып пісетін карамельді орео пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп алыңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға еліктен ұнды өткізіп, оның үстіне салқын сары майды теркадан өткізіп аламын. Сары май міндетті түрде салқын болу қажет. Және де оның үстіне біраз қасық қопсытқыш қосып, үстіне қант қосып, жақсылап тұрып, араластырып, крошка дайындаймын. Дайындап алған крошканың үстіне бір жұмыртқа және де біраз қасық қаймақ қосып, жақсылап тұрып, барлығын араластырып, қолға жабыспайтын жіп-жұмсақ қамыр илеймін. Қамырды илегенде осылай қасықпен араластырып, әрі қарай қолмен илеген кезде қолға қатты жабыспайды. Бастапқыда қамыр бірікпеуі мүмкін. Осылай қолмен мыжғылап, жақсылап тұрып илей берсеңіздер, қамыр бір-біріне бірігіп, жіп-жұмсақ қамыр пайда болады. Осылай қамырды дайындап алғаннан кейін целлофанға салып, жарты сағатқа холодильникке қалдырамын. Жарты сағат бойы холодильникте тұрған қамырды алып, осылай екіге бөліп формаға, менде осындай дөңгелек форма, осы формаға жақсылап тұрып орналастырып шығамын. Оқтаумен немесе мен сияқты осылай қолмен орналастырып шықсаңыздар да болады. Осылай шеттеріндегі бортиктерін шығарып, салмасы ағып кетпейтіндей жақсылап тұрып орналастырып алдым. Әрі қарай салмасын дайындаймын. Ол үшін маған кез келген 20% қаймақ және де вареная сгущенка кез келген түріде жарай береді. Және де 2 жұмыртқа, қант қосып, жақсылап тұрып, барлығын бір келкі болғанша араластырамын. Өте ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Салмасын мен көрсеткен мөлшерде салсаңыздар, осындай бір келкі қою масса шығады. Және де осы массаны алып, формаға жақсылап тұрып орналастырып, құйып шығамын. Үстіне орео печеньеларын орналастырып, әрі қарай 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут көлемінде пісіремін. Піскен соң бірден пештен шығармаңыздар, толық суытып алғаннан кейін шығарыңыздар. Қараңыздар, осындай өте дәмді қызарып, менің пирогым пісті. Сізде тура осы рецеппен жасап көріңіз. Бөлме температурасында да 1-2 сағатқа қалдырып ұстау қажет. Және де холодильникке 1-2 сағатқа қалдырсаңыздар, формасын ұстап өте күшті болып тұрады. Осындай нәзік, дәмауызда еритіндей карамельді пирог дайын болды. Сізде тура осы рецеппен жасап, жақындарыңызды қуантыңыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз.
Каналымнан әртүрлі дәмді тәтті тамақтардың рецептін таба аласыз. Мен жасаған видеоны ең бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Осындай өте дәмді, хрустящий бір жасағаннан шығатын, пеште пісірілген қаттаманың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен оның үстіне жарты стақан су және де жылы сүт, оның үстіне дәміне қарай бір ас қасық тұз қосып, жақсылап тұрып араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Енді осылай жақсылап тұрып жұп-жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін, осы қамырдың бетін целлофанмен жауып, 15 минутқа жылы жерге бетін жауып қалдырамын. 15 минут бойы тындырылған қамырды алып, осылай 4 бөлікке бөліп алып, жұп-жұқа етіп, барлығын жайып шығатын боламын. Қамырды жайған кезде міндетті түрде жұп-жұқа етіп жайыңыздар. Сол кезде қамырлардың ортасы піскен кезде шикі болып қалмайды. Осылай жұп-жұқа етіп жайып алғаннан кейін арасында бөлме температурасындағы сары майды бір сұлы етіп, жұқа етіп жағып шығатын болады. Сары майды осылай үстіне жағып шыққаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп, осылай орап шығатын боламын. Екі шетін осылай қосып орағаннан кейін шеттеріне де жақсылап тұрып сары майды жағып алып, осылай орап дайындап аламын. Әрі қарай келесі қамырларды да осылай жұқа етіп жайып алып, үстіне сары майды жағып, енді осы қамырдың үстіне жаңағы дайындап алған, орап дайындап қойған қамырды қойып, барлығын тағы да орап шығамын. Видеода көрсетілгендей бір-бірінің үстіне осылай орналастырып, сары май жағып, орап дайындап алдым. Енді 1 сағатқа холодильникке қалдырамын. 1 сағат бойы холодильникте тұрған қамырды алып, оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп, осылай жайып алатын боламын. Қатты жұқартып жайып керек емес, орташа қалыңдықта осылай жайып алдым. Енді пісіріп алатын боламын. Пергамент қағазының үстіне осы тесталарды салып, бетіне узор салып шығамын, және де жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 30-35 минут көлемінде пісіріп аламын. Қараңыздар, қаттама осындай өте дәмді әрі хрустящий болып, қызарып пісіп шықты. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз, бір жасағаннан сәтті шығады. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Менің каналымнан әртүрлі дәмді тәтті тамақтардың рецептін таба аласыз. Бүгін осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ, бір жасағаннан сәтті шығатын жағдайында круассандардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа жылы сүт және де жылы суды құйып, оның үстіне тұз және қант қосып, және де 7-8 граммдай шамамен 1,5 ас қасық дрожжи, яғни ашытқыны қосып, жақсылап араластырамын. Ашытқының мерзімі өтпеген болуы маңызды. Сол кезде қамырларыңыз воздушный әрі өте күшті болып көтерілетін болады. Енді осы дайындап алған массаның бетін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа қалдырамын. 15 минуттан кейін осындай реакция пайда болып, ашытқы, яғни осылай ашып көтеріліп тұрады. Енді осының үстіне 2 жұмыртқа, яғни 1 жұмыртқаны және де 1 жұмыртқаның ақ уызын қостым, жақсылап тұрып араластырамын. Оның үстіне 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырып, қажетті мөлшерде ұнды електен өткізе отыра, жұп-жұмсақ, қолға сәл жабысатын қамыр илеймін. Ұнды да осылай міндетті түрде електен өткізіңіздер, сол кезде қамырдың жақсы ашуына да әсер етеді. Осылай венчикпен араластырып алып, әрі қарай қолмен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көрсеңіз болады. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды.
Осылай қамырды илеп алғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамын. Қараңыз, қамыр осындай өте воздушный күшті болып көтерілді. Енді осы қамырды бірнеше бөліктерге бөлетін боламын. Менде осындай 8 бөлік шықты. Енді осы қамырларды орташа қалыңдықта, яғни шамамен 3-4 мм қалыңдықта жұқа етіп жайып алатын боламын. Қамырды жайып жатқан кезде басқа қамырлар кеуіп қалмау үшін бетін сүлгімен жауып қойыңыздар. Осылай жұп-жұқа етіп жайып алғаннан кейін бетіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды жағып шығатын боламын. Әрбір қамырдың үстіне біраз қасықтан қатты толтырмай майды жағып алып, бір-бірінің үстіне орналастырып шығамын. Осылай видеода көрсетілгендей барлығын бір-бірінің үстіне қойып орналастырып алдым. Енді орташа қалыңдықта шамамен 3-4 мм қалыңдықта болу қажет, жұқа етіп жайып алатын боламын. Осылай жұқа етіп, орташа қалыңдықта жайып алғаннан кейін ортасынан 4 бөлікке бөліп, әрі қарай круассан жасауға ыңғайлы етіп, тағы да бөліктерге бөліп алдым. Круассанның начинкасына вареный сгущенка пайдаландым. Оны қоспасаңыздар да болады, бірақ қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп орадым. Барлығын осылай алдын ала дайындап алдым. Енді әрі қарай пісіретін боламын. Противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне круассандарды қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым. Қызып тұрған алдын ала 180 градустағы пешке 35-40 минутқа пісіріп алдым. Қараңыздар, осындай өте воздушный күшті болып қызарып пісіп шықты. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз. Өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығады. Айтпақшы, менің каналымнан әртүрлі рецепттердің жасалу жолын көре аласыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Осындай өте дәмді, бір жасағаннан шығатын, жұп-жұмсақ, дәмі ауызда еритін сметаниктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп алыңыз. Ең алдымен сметаниктің тестасын дайындап алатын боламын. Ол үшін қажетті мөлшерде ұнды електен өткізіп аламын. Әрі қарай осы ұнның үстіне салқын сары майды үккіштен, яғни теркадан өткізіп аламын. Енді осы екі массаны біріктіріп, үстіне бір ас қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, оның үстіне қант қосып, жақсылап барлығын араластырып, крошки дайындайтын боламын. Солай қолмен жақсылап араластырып дайындап алған крошкидің үстіне бір жұмыртқа және де бір ас қасық 20% сметананы қосып, жақсылап жұп-жұмсақ, қолға сәл жабысатын қамыр илеймін. Бірінші қасықпен осылай араластырып алып, әрі қарай қолмен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламын. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Енді осы дайын болған тестаны 30 минутқа холодильникке қалдырамын. Дайын болған тестаны жарты сағаттан кейін пайдалансаңыздар да болады, немесе бір апта бойы сақтап пайдалануға да болады. Енді осы тестаны теңгі 2 бөлікке алып, осылай менде осындай дөңгелек форма, осы формаға жақсылап тұрып жайғастыратын боламын. Сметаник ағып кетпейтіндей толықтай дұрыс орналастырып, бөліктерін шығарып дайындап алдым. Әрі қарай үстіне құятын начинкасын дайындаймын. Начинкасына видеода көрсетілгендей 500 грамм қаймақ, оның үстіне қант және де 2 жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып дайындадым. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді пісіретін боламын. Ол үшін алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында пісірдім. Әркімнің пеші әртүрлі. Менің пешімде 30-35 минут көлемінде пісті. Піскеннен кейін бірден пештен шығармаймыз. Толық пеште суығанша қалдырып, одан кейін тағы да бөлме температурасында суытып, артынан 1-2 сағатқа холодильникке қойып алсаңыздар болады. Қараңыздар, осындай өте дәмді, өте нежный, дәмі ауызда еритіндей болып, мен сметаникім дайын болды. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз. Тура осындай өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.
жұп-жұмсақ, воздушный болып көтеріліп пісетін. Үй жағдайында жұмсақ нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға қажетті мөлшерде жылы суды, оның үстіне жылы сүтті құйып, оның үстіне ашытқы, яғни дрожж қосып, дәміне қарай тұз, қант қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырамын. Оның үстіне сұйық май қостым. Сіздер сары майды да ертіп қоссаңыздар болады. Және де барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін қажетті мөлшерде ұн қосамын. Ұнның үстіне бір ас қасық міндетті түрде разрешатель, яғни қопсытқыш қосып араластырыңыздар. Сол кезде ұндарыңыз воздушный өте күшті болып көтеріледі. Меншікпен басында осылай араластырып алғаннан кейін әрі қарай қолымен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламын. Қамырды илеп болғаннан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып араластырып илеңіздер. Сол кезде қамырларыңыз жұп-жұмсақ әрі тез көтерілетін болады. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Қамырды илеп болғаннан кейін пищевой пленкамен немесе салафанмен бетін осылай жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қалдырамын. Қараңыздар, қамыр осындай жұмсақ, воздушный үлпілдек болып көтеріліп шықты. Сіздер де тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамырларыңыз тура осындай болып шығады. Әрі қарай осы қамырды теңге 2 бөлікке бөліп, нанды пісіретін боламын. Осылай қамырды 2 бөлікке бөліп, противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне осы 2 қамырды орналастырып, лезвиемен үстіне узор салып шығатын боламын. Узорды салу міндетті емес. Әрі қарай пеште 200 градуста 30-35 минут көлемінде қызарғанша толық пісіріп алатын боламын. Қараңыздар, нан осындай өте жұмсақ, үлпілдек болып осылай көтеріліп шықты. Сіздерге де тура осы рецептпен жасап, дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, маған қолдау білдіріп, лайк басып отырыңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Еш уайымдамаңыз, нанның ортасы осындай толық пісіп, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын болады. Менің рецептім ұнаған болса, сіз де тура осы рецептпен жасап көріңіз. Ендеше ас болсын.
Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын фунчоза салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, маған қолдау білдіріп, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Салатты жасау үшін ең алдымен етті осылай солонка тәрізді етіп, жұқа етіп осылай турап дайындап аламын. Енді осы дайындап алған етті табаға қорамын. Мендегі қимайы осы майға етті жақсылап тұрып, қуырып, аздап дәміне қарайды салып, өзінің сөліне немесе асты жабысып қалмау үшін аздап су құйып, 1 сағат көлемінде жұп-жұмсақ етіп пісіріп алатын боламын. Осы аралықта қажетті салмаларын турап дайындап алатын боламын. Маған огурцы және де болгарский перец және де морковь қажет болды. Осылардың барлығын солонка едіп, жұқалап, турап дайындап алдым.
Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыз. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Мен морковты осылай үкіштен, яғни теркадан осылай жұқа етіп өткізіп дайындап алдым. Сіздер қолмен турасаңыздар да болады. Осылай барлық салмаларын ыдысқа салып дайындап алдым. Енді ең негізгі ингредиент, яғни фунчозаны дайындап аламын. Ол үшін осылай фунчозаның екі бөлігін алып, үстіне кипяток, яғни қайнаған суды құйып, 7-8 минутқа қалдырамын. 7-8 минуттан кейін суын төгіп тастап, мұздай сумен жуып алыңыздар. Сол кезде фунчоза бір-біріне жабыспайтын болады. Енді осылай арнайы ножница, яғни қайшының көмегімен, фунчозалар ұзын болғандықтан осылай қиып, немесе сіздер пышақпен де қолдансаңыздар болады. Осылай қиып барлығын дайындап аламын. Енді осы дайын болған фунчозаны алдын ала дайындап қойған салмалардың үстіне қосып, дәміне қарай бір шай қасықпен уксус, оның үстіне 1,5 ас қасық соевый соус және де өзінің арнайы приправасы, яғни чим-чимді қосып, барлығын жақсылап тұрып, біркелкі етіп араластырдым. Осылай тарелкаларға салып, қонақ дастарханға ұсындым. Сіздер де тура осы рецептпен осы салатты жасап көріңіздер. Өте сәтті әрі өте дәмді шығатынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, маған қолдау білдіріп, ұнаса комментарий қалдырыңыз. Менің каналымда көптеген әртүрлі рецепттер бар.
Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді бір жасағаннан шығатын грек жаңғағы қосылған, яғни ореховый торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Құрамы да өте оңай, бір жасағаннан сәтті шығады. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап отырыңыз. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысқа 4 жұмыртқаны қосып, миксерлеп, үстіне қант қоса отырып, масса 2 есе ұлғайғанша, яғни пенка болғанша жақсылап тұрып миксерлейтін боламын. Осылай масса 2 есеге дейін ұлғайып, пенка болу қажет. Және де осы массаның үстіне ертілген сары майды құйып, жақсылап тұрып миксерлеп, оның үстіне қажетті мөлшерде ұн салып, және де біраз қасық қопсытқыш қосып, жақсылап тұрып венчикпен араластырамын. Бұл жерде миксерді қолданудың қажеті жоқ. Осылай қоймалжың масса болды. Енді осының үстіне негізгі ингредиентті, яғни грек жаңғағын осылай сақтап турап салатын боламын. Жақсылап тұрып, біркелкі етіп араластырамын. Әрі қарай пісіретін боламын. Менде осындай дөңгелек форма, осы формаға астына фольганы төсеп, осылай массаны құйып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште, яғни 180 градустағы пеште 35 минут көлемінде пісірдім. Осы уақыт аралығында кремін дайындаймын. Креміне бөлме температурасындағы майға вареный сгущенканы араластырып, жақсылап тұрып миксерлеп алдым. Осы уақыт аралығында пирогымыз осылай қызарып, күшті болып пісіп шықты. Енді осыны 3 бөлікке осылай пышақтың көмегімен бөліп аламын. Пышақ болмаса жіппен де бөлуге болады, бірақ маған осылай ыңғайлы болды. Қараңыздар, ортасы толық піседі, еш уайымдамаңыздар. Осылай 3 бөлікке бөліп, арасына пропетка жасадым, яғни менде сүтке қант қосып, осылай жақсылап тұрып пропетканы құйып, кремді үстіне жағып шықтым. Осылай тортқа 3 ас қасықтан кремді жағып шықтым. Крем өте нәзік, және де осы тортқа өте күшті дәм береді. Тура осы рецептпен сізде жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Менің каналымда әртүрлі тәтті дәмді рецепттерді таба аласыз. Крем сіну үшін 1-2 сағатқа холодильникке қойып алдым, бірақ бір түнге қалдырсаңыздар да өте күшті крем сініп, өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Бұл торт негізі өте тойымды, және де өте дәмді. Сізде тура осы рецептпен бір рет болсын жасап көріңіз. Сыртына да осылай креммен қаптап, сәндік үшін грек жаңғағын үстіне қойып, осылай дастарханға ұсындым. Барлығына өте қатты ұнады, әрі тойымды, өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, мені қолдап қойыңыз. Ұнаса комментарий қалдырыңыз.